Арқа жұртшылығы армысыздар, эфирде постскриптум бағдарламасы, студияда Бақытгүл Төлеуханқызы. Өткен күн дәуір ғасыр жылнамасын тарқата әуелгі болмысымызды зерделеп, зерттейтін тарихшыларымыз десек, биыл қараша айының 27 күні Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің тарих факультеті өзінің 85 жылдық мерейтойын атап өтпек. Өткенімізді жаңғыртып, өшкенімізді тірілтуге қомақты үлес қосып жүрген ғалымдарымыз тарих факультетінің іскерлік жайында бүгін хабарымызда сөз етейік. Студиямыздың қонағы Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті тарих факультетінің деканы, тарих ғылымдарының кандидаты Жамбыл Әзімұқанұлы Жұмабеков. Жамбыл Әзімұқанұлы, студиямызға қош келіпсіз. Қош көрдік. Жамбыл Әзімұқанұлы, алдымен мынау факультеттің 85 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Жалпы енді тарихшыларымыз әрдайым ізденісте жүреді. Осы уақытта ізденістеріңіз іркілмесін. Жамбыл Әзімұқанұлы, енді осыдан 85 жыл бұрын тарих факультеті қалыптасып, құрылып, ашылған екен, әңгімеміз бастық. Рахмет. Шынында да биыл енді біздің факультетіміз үшін бір ерекше жыл болып тұр. Бұл енді факультеттің құрылғанына 85 жыл деп біз атап өткелі отырмыз. Оның себебі бар. Осы Қарағанды қаласы 1934 жылы қала ретінде қалыптасқан болатын. Осы қала ретінде қалыптасып, осы жерде жоғарғы оқу орындары жоқ, және сондай қажеттілік туындаған кезде 1938 жылы осы Қарағандыда жоғарғы оқу орнын құру туралы сондай шешім қабылданған екен. Енді бұл кеңестік дәуір Қазақ КСР-ның сондай шешімі, және соны орындау мақсатында Қарағандылық облисполком дейді, енді облыстық атқарушы комитет сол шешімді орындап 1938 жылы 2 жылдық білім беретін мұғалімдер институтын ашады. Жалпы Қарағандыдағы жоғарғы білім беру мекемелерінің тарихы осы 38 жылдан басталады. Енді сол замандағы естеліктерге, мұрағат құжаттарына қарап отырсақ, енді бұл институт өзі 2 бөлімнен құрылған. Бұл тарих және тіл, әдебиет 2 бөлімнен 4 кафедрадан тұратын шағын ғана институт. Алғашқы жылы 180 адам қабылдауға сондай өтініш берген екен. Әрине, ол кезде енді жоғарғы білімі бар кадрлардың тапшылығы 30-шы жылдар, 38-шы жылдар. Сонымен қатар жергілікті орта мектептерде мұғалімдердің жетіспеушілігі. Сонымен қатар енді Қарағанды қала ретінде қалыптасып жатыр. Бұл қаланы дамыту керек. Бұл енді одақтағы 3-ші көмір бассейні, үлкен базаға айналып келе жатқан өндірістік ошақ. Сондықтан осы қажеттіліктерден осындай институт құрылып отыр. 38 жыл құрылған институтқа міне биыл сол тарих факультеті сол жерде басталды деп есептейміз. Өйткені тарих бөлімі ашылды. Міне биыл 85 жыл толып отыр. Сондықтан біз тарихымызды сол 38 жылдан бастау қылдырып аламыз. Әрине енді 85 жыл бір жағынан аз сияқты тарихшылар үшін біз білеміз, Европалық университеттердің орта ғасырлардан қалыптасқандықтарын. Бір жағынан енді әжептәуір үлкен уақыт мерзімін қамтып отыр. Өйткені жалпы өзі бізде Қазақстанда университеттердің ең алғашқы ашылғаны бұл Алматыда Қазақ мемлекеттік университеті, қазіргі ұлттық университет Әл-Фараби атындағы. Ал одан кейінгі ашылған университет біздің Қарағанды жерінде тағы да 1972 жылы осы республикамызда 2-ші университет болып Қарағанды мемлекеттік университеті ашылып, оған ректор ретінде академик Евней Арыстанұлы Бөкетов тағайындалған болатын. Сондықтан біздің Қарағанды тарихы үшін, осы еліміздің тарихы үшін бұл үлкен бір айтарлық оқиға деп айтуымызға болады. Және осы тек қана Қарағанды өңірін емес, жалпы республика көлемінде кадрларды дайындауда, білім саласындағы қызметкерлерді дайындауға, ғылым саласындағы қызметкерлерді, мамандарды, зерттеушілерді дайындауға үлкен үлес қосып отырмыз деп ойлаймын. Қазірдің өзінде енді біз шамамен есептесек, осы 38 жылдан бері қаратай тарих факультетінен білім алып шыққан түлектердің санының өзі 7000-нан асып кетіпті. Оның ішінде мысалы
жүздеген ғылым кандидаттары мен докторлар бар. Мысалы 20-дан астам ғылым докторлары бар. Министрлер қаншама осы білім алып шықты. Мәдениет министрі болған Ашляев, ішкі істер министрі болған Байекенов. Ең енді соңғы мысалдардың өзін айтсақ, мысалы оқу ағарту ісінің тұңғыш министрі болып, мысалы Асхат Қанатұлы Аймағамбетов, біздің факультетіміздің түлектері. Яғни осындай еліміздің дамуына, өркендеуіне үлес қосып жатқан үлкен тұлғалар да осы тарих факультетін бітіріп шыққанын біз мақтанышпен айта аламыз. Тарих факультетінің енді тарихының өзіне көз жүгіртсек, бірнеше кезеңдерден тұрады. Оның ішінде біз енді мынау соғысқа дейінгі кезеңді айта аламыз. Бұл жаңа мұғалімдер институты болып қызмет жасап жатқан кездері. Енді ол кезде көбінесе жаңа айттым, кадр тапшылығы және жергілікті кадрлардың болмауы әрине ол белгілі нәрсе. Біздің мәліметтерімізше, енді ақсақалдардың айтуы бойынша сол кезде ең алғашқы мынау институттың профессорлық оқытушылық құрамын сол кезде мынау жер аударылып келген ғалымдар құраса керек. Мысалы бізге белгілі бір ғалым Романовскийдің есімі айтылады. Ол алғашқы кафедра меңгерушісі болған осы тарих бөлімінде. Ол осы Карлаққа жер аударылған, 5 жыл осы Карлақта отырған, одан кейін босалып шыққаннан кейін осы жерде қызмет атқарған. Міне мысал ретінде соны айта аламыз. Енді одан кейін әрине жергілікті өзіміздің қазақ азаматтары да келіп институтқа жұмысқа тұра бастады. Бір қызық жайт, бізде көп жылдар бойы факультетімізде декан болған, енді біздің бір ұлы ұстазымыз, ұлы тұлғамыз факультет үшін, ол Қали Жуасұлы Жуасов деген кісі. Көп адамдар ол Жуасовты біледі, өйткені көп адамдар ол кісіден тәлім-тәрбие алған. 1941 жылы ол кісі студент болып 17 жасында оқуға қабылданып, 1943 жылы 2 жылдық курсты аяқтап, осы институтта жұмысқа қалдырылған екен. Сол 43 жылдан өзінің қайтар шағы 95 жылға дейін осы біздің факультетімізде жұмыс істеген. Оның ішінде 30 жылдай декан болған, 10 жылдай кафедра меңгерушісі болған. 17 жылдан бастап ғұмыры осы факультетінде. Сол кісінің бір өзінің біз сөздің мәтеліне айналып кеткен бір сөзі бар. Мен бұл факультетте квартирант емеспін, бұл менің өзімнің тұрғылықты мекен үйім деп сондай көзқарас қалыптасқан. Ол кісіде сондықтан Жуасов атындағы бізде конференция өткізілеміз. Жуасов атындағы сыйақы бар факультетімізде. Яғни ол кісінің жаңағыдай осы өзінің қызметіне, өзінің жаңағы альма-матер факультетіне сондай патриоттығы сол біз үшін үлгі деп айта аламыз. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі бағдарламамызда Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің тарих факультетінің 85 жылдық мерейтойына негізделген бағдарламамызды сіздерге ұсынудамыз. Студиямыздың қонағы тарих факультетінің деканы, тарих ғылымдарының кандидаты Жамбыл Әзмұқанұлы. Қазір тарих факультетінің үлкен университетіміздегі үлкен факультеттердің бірі. Жалпы республикада өзі тарих факультеті деген факультеттер көп емес, көбінесе тарих факультеттері біріктіріліп, басқа факультеттермен әлеуметтік ғылымдар факультеті болып солай біріктіріліп жатады. Менің білуімше енді мысалы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде бар, Евразия ұлттық университетінде ашылғанда біз тарих факультеті қуанған болатынбыз. Енді осы Қарағанды жерінде тарих факультеті бар. Және айтып өттім, 38 жылғы мұғалімдер институты 1952 жылы бұл Қарағандыда педагогикалық институт болып қайта құрылады. Педагогикалық институт ретінде қалыптасып 52-ден 72 жылға дейін қызмет жасайды. Міне сол кезде біздің факультетімізде біршама жаңа кадрлар, жас мамандар келіп толыға бастайды. Ал әсіресе үшінші университеттік кезеңге аяққа басқан кезде 1972 жылы бұл кезеңде университеттің жаңағы әлеуетін күшейту мақсатында сол кездегі Киров атындағы Казгуден көп мамандар келеді. Қазір мысалы біз есімдерін айтып жүреміз. Мысалы Қыздарбеков профессор, Бірлік Қыздарбекұлы, Жауынбаев, Сағындық Убайұлы, Бейсенбекова, Нұрсахан Ахметқызы сол университет құрылған жылдары келген. Ал енді педагогикалық институтты немесе университетті бітірген өзіміздің түлектеріміз де сол кездің мысалы соғыстан кейінгі жылғы түлектеріміз бар. Мысалы
Оның ішінде мысалы Шаймұханов Дүйсетай Мағамбетұлы тарих ғылымдарының докторы болды. Ол кісі Қарағанды облыстық атқару комитетін басқарды, ректор болды. Сол сияқты Құлыбеков Мағауия деген, біз ол кісіні студент кезімізде көрдік, ақсақал кісіні. Яғни сондай пединституттық кезеңдегі тарихшыларымыз, университеттік кезеңдегі тарихшыларымызбен толығып, сол тарих факультетінің қазіргі бет әлпеті, қазіргі жағдайы түзіліп шықты деп айта аламыз. 3 кафедра мысалы бізде. Олардың біреуі бүкіл әлем тарихы және халықаралық қатынастар деп атайды. Бүкіл әлем тарихы бұл енді Қазақстандағы 2 кафедраның бірі. Онда мысалы әлем тарихымен айналысатын мамандар, археология және этнология кафедрасы бар. Бұл да бір үлкен әлеуетті кафедра. Сол 1978 жылдары Евней Арыстанұлы Бөкетов, Әлкей Хақанұлы Марғұланмен таныс болған, әрі дос болған, хаттары бар біздің музейде. Екеуі хат алмасып тұрған. Сол кезде Әлкей Хақанұлы осы орталық Қазақстанда археологиялық қазба жұмыстарын жүргізіп жүрген. Және сол кісі хат жазып, осы студенттерді қатыстыруға шақырады. Міне сол 70-ші жылдардан бастап біздің Қарағанды университеті осы орталық Қазақстанда археологиялық зерттеулер жүргізіп келе жатыр. Ол жерде мысалы Зданович Геннадий Борисович деген болған, Евдокимов Валерий Валентинович деген профессорлар болған. Кейін олардан кейін міне Жауынбаев Сағындық Убайұлы көп жылдар бойы осы орталық Қазақстан жерінде археологиямен, археологиялық ізденістермен айналысты. Сағындық Убайұлы осы академик Әлкей Марғұланның соңғы аспиранты деп біз мақтанышпен айтамыз. Қазақстан тарихы кафедрасы бар. Яғни біздің қазіргі факультетіміздің бір ерекшелігі бар. Бізде үлкен аға буын ақсақалдарымыз бар. Яғни үлкен сол тарихымызды, шежіресін білетін факультетіміздің. Мысалы, былтыр осы көп жаңалықтарға шықты. Әлімжан Нұғманұлы Телғарин деген ағамыз бар. 1987 жылдан 1995 жылға дейін аралығында факультетіміздің деканы болған. Ол кісі қазір 88 жасқа келіп отыр. Әлі күнге дейін тың спорттық жарыстарға қатысады. Өзі арагідік лекцияларын оқиды, шахмат ойынын ойнайды. Былтыр 2 жыл қатарынан 3 профессорымыз, Әлімжан Нұғманұлы Телғарин 87-де, Бірлік Қыздарбеков 83-те, Сағындық Убайұлы Жауынбаев 76-та, сол ақсақалымыз біздің шахматный команда 2 жыл қатарынан университеттің чемпионы болды. Яғни біздің үлкен ақсақалдарымыз бар. Олар енді біздің факультетіміздің дәстүрін сақтаушылар. Сол бұрынғы ақсақалдарымды, одан факультеттің тарихын, дәстүрлерін көрген, қалыптасқанын көрген, олар бізге жеткізушілер. Одан кейінгі біздің аға буын ұрпағымыз бар. Олар да мысалы қазірдің өзінде 60-ты алқымдап үлкен ғылыми жетістіктерге жетіп, солардың іздерін басып келе жатыр. Олардан кейін біздер келе жатырмыз. Бізде 4-5 ұрпақ осындай үлкен ұрпақтар сабақтастығы жалғасып жатыр дейсіз ғой. Жалғасып жатыр, иә. Енді факультетіміздің қазір тағы бір ерекшелігі, біз 1972 жылы осы Гоголь көшесінің бойындағы 38-ші ғимаратта біздің университетіміз ашылған болатын. 1 қыркүйекте осы жерде салтанатты жиын өтіп, ректорымыз Евней Арыстанұлы Бөкетов және осы республикамыздан, облыстардан қаншама құрметті қонақтар келіп, салтанатты осы университет ашылған. Сол университеттің ашылған ғимаратында қазір біз қара шаңырақ деп айтамыз, қазақша айтқан кезде, сол қара шаңыраққа ие болып отырған осы тарих факультеті. Әрине осы тарих факультетінің осы жерде отыруы біз үшін үлкен әрі бір мақтаныш, әрі үлкен бір жауапкершілік. Бұл біз тек қана факультеттің емес, университеттің дәстүрін, университеттің тарихын сақтай білуіміз керек, және оны болашаққа жеткізе білуіміз керек. Сондықтан біз қазір тарих факультетінде мамандарды дайындау, әрі олардың сапалы мамандарды дайындауға ерекше көңіл бөлеміз. Өйткені қазір өзіңіз білесіздер, заманның талабы солай. Қазір өте білікті, білімді, ұлтжанды мамандар өте қажет. Өйткені еліміздің дамуы осы біздің адами ресурстарға тікелей байланысты. Және шынайы тарихымыз енді ғана жазылып жатқандай ғой қазір. Мысалы, ел басынан өткен қасіретті жылдарда.
мемлекет басшысының өзі тапсырма берді ғой. Нақты ізденістер болып жатыр. Біздің тарихшылардың барлығы енді осы үлкен іргелі зерттеулерге қатысып келе жатыр. Мысалы, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мынау біздің тарих және этнология институтына тікелей тапсырма берген. Қазақстан тарихын қайта жазып шығуға оған жауапты тарих ғылымдарының докторы, институт директоры Зиябек Ермұханұлы Кабульдинов деген ағамыз, олар қазір 7 томдық шығарайын деп жатыр. Қазақстан тарихының 7 томдығы қазір әзір, енді жарияланады. Осы 7 томдықты жазуға біздің профессорларымыз атсалысты. Мәселен, профессор тарих ғылымдарының докторы Жұмашев Рымбек Мұратұлы, бұл 20 ғасырдың тарихы бойынша, 20 ғасырдағы Қазақстанның мәдениеті бойынша, немесе тарих ғылымдарының докторы профессор Сақтағанова Зәуреш Ғалымжанқызы, ол кісі де осы 20 ғасырдың тарихын, әсіресе мынау ГУЛАГтың, Карлактың тарихы, 20 ғасырдағы мынау Қазақстанның экономикасының тарихы бойынша, тарих ғылымдарының докторы профессор Козина, ол кісі тарихи демография мәселелер бойынша атсалысып отыр. Енді болса болмаса біздің археолог ғалымдарымыз бар. Мысалы, әлемге танымал деп айтуға болады. Қазір өйткені археология ғылымы біздің Қазақстан шеңберінен шығып кетті. Археологияда үлкен пәнаралық байланыстармен халықаралық зерттеулер жүргізіледі. Солардың ішінде мысалы және алдында Сағындық Убайұлы ағамызды айтып өттік. Одан кейін Варфоломеев Виктор Васильевич деген кісі бар, үлкен белгілі танымал археолог. Усманова Эмма Радиковна дейді, Тақауда үлкен сыйлық алды, Скопус Авартс деген, бұл Скопус деген 26 мың ғылыми басылымдардың жинақталған сондай бір базасы. Сол база өздерінің әрбір сала бойынша, археология, тарих саласы бойынша жыл сайын үздік авторларына сыйлық береді сондай. Мысалы, халықаралық деңгейде сол Усманова археология саласы бойынша үздік болып танылды. Ол да біздің тарих факультетінің түлегі және қызметкері осы археология институтының. Яғни тарихымызды қайта жазуға, біздің толықтыруға, жаңа мәліметтерді енгізуге үлкен үлес қосып жатыр осы тарих саласы бойынша. Және өзіңіз де айтып өттіңіз, қасіретті тарихымыз біздің өте қиын жағдайларымыз, тарих халқымыздың басынан өткен керемет қасірет болды. Міне сол мәселені анық-қанығын жеткізу үшін мемлекеттік комиссия құрылды. Репрессия құрбандарын толық ақтау бойынша. Ол комиссияның құрамында да біздің факультетіміздің профессорлары мүше болды. Жұмашев, Сақтағанова, Шотбақова. Міне бұл мемлекеттік комиссияда. Аймақтық комиссияда біз мысалы мен өзім, жаңа Козина, Валерия Викторовна Елеуханова, Светлана Викторовна, Жакин Мәулен Советұлы, Аршабеков Темірғали Тілеубекұлы тәрізді осындай ғалымдарымыз осы аймақтық деңгейде біз осы репрессия құрбандарын зерттеумен айналыстық. Қазірдің өзінде мысалы біз үлкен 3 жинақ шығардық осы репрессия құрбандарына байланысты. Бұл да болса бұрын осы беймәлім жатқан тарихымызды қайта бір таразылауға мүмкіндік береді деп ойлаймын. Жалпы біздің осы Евгений Арыстанұлы Бөкетов атындағы тарих факультетінің үлесі елеулі деп айта аламыз ғой енді осы бағытта. Әрине. Тарих жылнамасын жазуда, дүниежүзілік тарих бағытында да археологиялық ізденістер бойынша. Әрине. Біздің енді тарихшыларымыздың қазір жаңа жас буыны да келе жатыр. Біз бір қуантатыны, кейде ғылымға, университеттерге жастар келмей жатады деп, тіпті министрлік тарапынан да сондай бір үлкен кейбір мамандықтарға сондай бір селқостық бар. Сондай бір мазасыздық туындаған болатын. Бірақ мен айта аламын, біздің тарих факультетінде қазір жаңа жас буын зерттеушілер келіп, жаңағы үлкендердің ісін жалғастырып, сабақтастық сондай орын алып келе жатыр. Мысалы, біздің Смағұлов Нұртас Бірлікұлы, Амиров Ерлан деген жігітіміз бар, тамаша археолог. Жас зерттеушіміз Әділет Жағып бар, мынау Алаш тарихымен, оның ішіндегі Алаштан кейін Есеп партиясының тарихымен үлкен айналысып шұғылданып жүрген. Яғни жастарымыз да бар. Бұл да болса біздің тарих факультетінің келешегі бар екенін, біздің әлі де болса үлкен жетістіктерге жететімізге мынандай бір сенімділікпен қаратады деп айта аламын. Тарихшы болам деген жастарымыз қатар аз емес қой. Енді археология бағытында бір жылдары сол маман тапшылығы аңғарылды. Осы бағытта қаншалықты? Археология шынында да енді бұл өзі бір ерекше бір адамдардың өздерінің бір көңіл күйімен, сондай бір өзінің көңілінің қалауымен келетін мамандық қой. Ол жерге бұл жаппай біз білім бере алмаймыз.
бұл мамандыққа өздері таңдап келеді. Және ол студенттер мысалы топта бір 5-10 бала болуы мүмкін, ол 25-30 бала сияқты оқытпаймыз. Сондықтан бұл жерде археология шынында да маман тапшылығы сезіліп жатады. Өткенде біздің университетімізге Әлкей Хақанұлы Марғұлан атындағы археология институтының директоры Ақан Оңғарұлы деген менің замандасым келді. Университет ректоры Нұрлан Орынбасарұлы Дулатбековпен кездесіп, сондай өтініш білдірді. Осы Қарағандының археолог мамандарды дайындауға әлеуеті күшті. Осы жағын дамытсаңыздар, магистратура, әсіресе докторантура археология бойынша бізге өте қажет. Міне осыны қазір біз үлкен бір жоба ретінде сол археология институтымен бірлесіп атқармақпыз осы жобаны. Жамбыл Әзімханұлы, енді міне алда үлкен мерейтой, қазірде дайырлық үстіндесіздер. Халықаралық деңгейде конференция, жиын ғылыми кеңес боламын, осы турасында айтып өтсеңіз. Енді біз пандемия деген келіп араласты да, көп кездесулеріміз, конференцияларымыз виртуалдық жағдайға ауысып кеткеннен кейін енді біз бұны ұйымдастырып отқан себебіміз осы бір-бірімізбен тірідей кездесіп, осындай бір сұхбаттасып, бір-бірімізді кездестік деген мақсат қойып, түлектеріміз шақырып отырмыз. Әрине біз енді мынау бірінші кезекте өзіміздің тарих факультетін бітірген үлкен түлектерімізді, аға буын ағаларымызбен, солармен кездестік деген мақсатты қойып отырмыз. Сонымен қатар бізді факультетімізде өкінішке орай 85 жылдыққа жетпей қалды, қайтыс болып кетті профессор Мырзағали Қасенұлы деген. Ол кісі осы пандемияның кезінде біраз ақсақалдарымыз кетіп қалды. Сол кісінің қолжазба кітабы қазір соны жариялады мынау шәкірттері. Соның тұсаукесерін өткізсек, біздің ғылыми кітапханада деп отырмыз. Сосын енді әлемнің әрлік түкпір-түкпірінде біздің ғылым саласында жүрген түлектеріміз бар. Солармен халықаралық конференция аясында кездесек деп отырмыз. Енді келетіндері факультетке келеді, ал енді қашықтықтан онлайн қатысатындар бар. Соған арнап бүгінгі тарих ғылымының өзекті мәселелеріне арналған бір халықаралық конференция ұйымдастырып отырмыз. Конференцияға тек қана біздің түлектер қатысады деген сөз емес. Оған біздің Түркиядағы, Венгриядағы әріптестеріміз де, Ресейдегі, Өзбекстандағы әріптестеріміз де осы қатысуға қызығушылық білдіріп отыр. Мен тарих факультетінің 85 жылдығында мен факультет деканы ретінде қарсы алып отырмын. Мен де осы тарих факультетінің түлегімін. Сондықтан бірінші кезекте осы тарих факультетінің барлық түлектерін, барлық әріптестерімді, өзімен бірге қызмет атқарып жүрген ұстаздарымды және біздің шәкірттерімізді осы факультетіміздің 85 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Ең бастысы шығармашылық, сондай үлкен жетістіктерге жетіп, білім мен ғылымның үлкен асуларында көрініп, факультетіміздің абыройын асқақтата берсін. Еліміздің ең бастысы, еліміздің дамуына, еліміздің білім ғылымының дамуына өздерінің үлесін қосатын нағыз ұлтжанды азаматтар болсын деп тілеймін. Еліміздің, Қазақстанымыздың, тәуелсіз егеменді еліміздің шынайы тарихын жазуда еңбектеріңіз елеулі болсын. Ізденістеріңіз іркілмесін деген ниетім бар. Шығармашылық табыс сіздерге. Рахмет. Хабарымыз осымен тәмәм. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Евгений Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті тарих факультетінің деканы, тарих ғылымдарының кандидаты Жамбыл Әзімханұлы Жұмабеков. Келесі эфирде жүздескенше күн жақсы болсын.